Украинадағы соғыс әлі де жалғасуда, және Украина әскерлері баяу бірақ сенімді түрде қалпына келе жатқанда, бәрі Ресейдің ең әлсіз жерлері мен Ресей армиясының қаншалықты нашар дайындалғаны туралы айтып келе жатқан сияқты. Бірақ біз Еуропаның барлық терлік елдерінен тұратын НАТО альянсы өте күшті болып көрінгенімен, Ресейдің кез келген сәтте пайдалана алатын әлсіз жақтары бар екенін жай ұмытып кетеміз. Мынау жер солардың бірі Савалка шатқалы деп аталатын 104 шақырымдық жер учаскесі Ресейдің Калининград облысын Белоруссиямен байланыстырады және Польша, Литва шекарасын анықтайды. Бұл Ресей үшін үлкен әлсіздік болып көрінуі мүмкін, өйткені НАТО Савалка бұғазы арқылы кіруді кез келген уақытта жауып тастауы мүмкін. Бірақ бұл өте қиын жұмыс болар еді, өйткені Беларусь Ресейге кез келген қақтығыста көмектесетіні сөзсіз, ал Калининград милитаризациясы жоғарғы аймақ, бұл екеуі шығыс пен батыс арасындағы алшақтықты қорғай алады. Шын мәнінде Саваки алшақтығы НАТОның стратегиялық әлсіздігі болып табылады. Егер Ресей Саваки бұғазын пайдаланса, бұл Балтық жағалау елдерін НАТОның қалған бөлігінен толығымен оқшаулап оларды Ресей үшін оңай олжаға айналдырады. Балтық жағалау елдерін НАТОға жеткізудің жалғыз жолы Балтық теңізі болар еді. Бірақ Калининград пен Санкт-Петербургте орналасқан Ресей теңіз күштері бұл тапсырманы іс жүзінде мүмкін емес етеді. 2014 жылы Қырымға басып кіргеннен кейін НАТО аймақтағы әскери күштерін көбейтіп, Саваки шатқалын қорғау жаттығуларын күшейтті. Бұл анимациялық бейнелер шынымен де көп уақыт пен ресурстарды қажет етеді. Егер сіз менің арнама жазылсаңыз немесе мүше болсаңыз, мен өте риза болар едім. Көргеніңіз үшін көп рахмет.